Сабақтың тақырыбы дыбыс және әріп. Мақсаты тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеп, ашық және жабық сұрақтарға жауап береді. Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасайды. Түбірлес сөздердің мағынасын ажыратады. Дыбыс пен әріп. Тіліміздегі дыбыстар өкпедегі ауаның өкпе, көмей дауыс шымылдығы, ауыз, мұрын қуысы, тіл, таңдай, тіс, ерін арқылы шығуынан жасалады. Дыбыстың жасалуына оның ырғағы, күші, әуені әсер етеді. Адамның құлағы 1 секунд ішінде 16-дан 20 мыңға дейінгі дірілдің нәтижесінде пайда болған дыбысты қабылдап естиді. Айтылған дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп оқу үшін оларды графикалық таңбалармен белгілейді. Сондықтан оларды әріптер деп атайды. Бірінен кейін бірі рет-ретімен орналасқан әріптердің жиынтығы алфавит деп аталады. Қазақ тілінде орыс графикасы арқылы белгіленген 42 әріп бар. Дыбысты естиміз және айтамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Қазақ тілінде 12 дауысты А, Ә, И, Е, О, Ö, О, Ү, У, Ә дыбыс бар. Дауысты дыбыстар өкпеден келген ауаның ешбір кедергіге ұшырамай, еркін шығуынан жасалады. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан, А, О, және жіңішке Ә, Ү, болып бөлінеді. Ал, әл, он, үн, от, өт, тыс, тіс. Дауысты жуан А дыбысының дауысты жіңішке Ә дыбысына өзгеруінен сөздердің мағынасы да өзгереді. Мысалы, ал, бір затты алу, алып қою деген мағынаны білдірсе, әл, күш, қуат, адам бойындағы қайратты білдіреді. Сол сияқты, ұн, үн, от, өт, тыс, тіс сөздерінде дауысты дыбыстардың жуан, жіңішкелігіне қарай сөздердің де мағынасы өзгереді. Ендеше тапсырма орындайық. Тыңдалым. Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар. Аналар күні жақын қалды. Анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржанмен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен «Ана біздің күніміз» деп әдемілеп жаздым. Аналар күнінде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. Анашым, мерекеңіз құтты болсын дедім күлімдеп. Біз сізді жақсы көреміз деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Сұрақтарға жауап бер. Аналар мерекесі қашан тойланады? Өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде.
Мәтіннен қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып жаз. Дәптермен жұмыс. Бірыңғай жуан дауысты дыбыстыларды және жіңішке дауысты дыбыстарды орналастыр. Мысалы, бірыңғай жіңішке дауыстылар бөрік, ары қарай өзің орында. Жазылым. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қой. Мысалы, фирма, ары қарай өзің жалғастыр. Оқылым. Берілген сөздерді оқимыз. Қолын, гүл, сабақ, сөйледі, бақша. Биіктен, бейші, қайыққа, доппен, үйге. Жуан дауысты сөздерді бір себетке, жіңішке дауысты сөздерді екінші себетке жина. Мысалы, гүл жіңішке дауысты сөз. Айтылым. Оқы және қайтала. Отан үшін беттескен, өліммен де от кешкен. Омырауын оқ тескен, менің атам майдангер. Майдангер сөзіндегі дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажырат. Жазылым. Тиісті әріптерді қойып, сөйлемді толықтыр. Өткен тақырыптарды және үй жұмысын пысықтауға арналған сұрақтар. Фонетика дегеніміз не? Қазақ тілі алфавитіндегі әріптер саны нешеу? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыстар дегеніміз? Дауысты дыбыстардың бөлінуі. Үйге тапсырма. 104-ші беттегі 24-ші жаттығуды орындаймыз. Кері байланыс өте жақсы, жақсы, орташа.